Сәлем достар, бүгін мен сіздермен осындай қызыл мақпал тортының рецептімен бөлісемін. Дәмі өте нәзік әрі өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды салып, үстінен қанттың барлығын салып, қант ерігенше жақсылап миксерлейміз. Қант толық ерігеннен кейін жұмыртқаларды біртіндеп салып отырып миксерлейтін боламыз. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim güneşli gün. Енді айранмен бояғышты араластырамыз. Ең алдымен бояғышымыздың жарты шай қасығын салып араластырып көреміз. Бізге жеткілікті мөлшердегі түс шықса, қалғанын қоспаймыз. Егер кішкене розовый болып тұрса, қалған бояғышты да қосып, жақсылап араластырамыз, бояу ерігенше. Кез келген бояғыш түрін қолдана берсеңіздер болады. Құрғақ бояғыш немесе гелевый бояғышты да қосуға болады. Жұмыртқалы массамыздың үстіне айранымыздың барлығын салып, жақсылап біркелкі болғанша миксерлейміз. Ендігі кезекте құрғақ қоспаларымызды біріктіреміз. Оның үстіне сода, қопсытқыш, какаоны салып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды еліктен өткізе отырып, қамырдың үстіне қосып, миксерлейміз. 3-4 бөлікке бөлеміз. Себебі оның барлығын салсақ, қамырымыз басылып қалуы мүмкін. Және еліктен өткізу міндетті түрде какаоның немесе оның түйіршіктері қамырда ерімейді. Ұнды салып болғаннан кейін миксерлемей тұрып, миксермен бірінші венчигімен араластырып аламыз. Себебі қызыл бояу жан-жаққа шашырауы мүмкін. Mükemmel olmasın, benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Миксерлеп болғаннан кейін үстінен сұйық майымызды құйып, тағын бір рет толық араласқанша миксерлейміз. Мен сұйық майды негізі жұмыртқалы массаға салып миксерлеу керек. Мен ұмытып кеткеннен кейін соңына қарай салдым. Ешқандай айырмашылығы болмайды, қай кезде де салса да. Пергамент қағазына бірдей етіп 22 см диаметрде дөңгелектер салып шықтым. Оның үстінен 5 ас қасықтан қамырымызды теңдей етіп барлығына бөлеміз. Сіздер қанша диаметр сызсаңыздар өздеріңіз білесіздер. Қамырды бір тегіс етіп қасықпен жайып шығамыз. Сызықтан шығып кетпеу керек. Менде 4 коврждан да кішкене қамыр артылып қалды. Ең соңында осылай қасықпен құйып, кішкене құйып шықтым. Бұны пісіріп болғаннан кейін үгітіп, торттың жан-жағына себеміз. Крем дайындаймыз. Творожный сырға қант салып, 1 минуттай толық біріккенше біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Мен алдын ала ыдысымызбен венчикті жақсылап жуып, тазалап, сүртіп, құрғатып, мұздатқышқа салып қойдым. Жарты сағат алдын. Сонда креміміз салқын күйінде миксерленеді, еріп кетпейді. Творожный сыр біріккеннен кейін
үстінен сливкімізді өлшеп құямыз. Қоюланғанша миксерлейміз. Өз формасын ұстағаннан кейін миксерлеудің қажеті жоқ. Крем бара-бара сұйылып кетуі мүмкін, немесе майға айналып кетуі мүмкін. Nasıl istersen boş ver. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Піскен корждарымыздың шет-шетін кальциямен 22 см етіп, бірдей етіп қырқып аламыз артықтарын, және кальцияның ішінде жинайтын боламыз. Коржды салып, үстінен кремді салып, корж крем етіп жинаймыз. Мен кремді теңдей етіп 3-ке бөлдім. Сонда креміміз торттың барлығына бірдей етіп жетеді. Кремнің барлығын жағып болғаннан кейін кальцияның ішінде 1-2 сағат тоңазытқышта ұстаймыз. Креміміз қатты, енді кальциядан босатып, жан-жанының барлығына кремді жағып шығамыз. Жанына үстіне жұқа етіп крем жағамыз, өйткені біз қызыл крошкаларды жан-жағына сеуіп шығамыз. Ал дәл ортасын мен ашық қалдырам, сол үшін ортасына кремді көптеу жағып, теп-тегіс етіп тегістедім. Лопатканың көмегімен қызыл ұнтақтың барлығын бірдей етіп, жан-жағына сеуіп шығамыз. Үстін қаттырақ басамыз, сонда түсіп кетпейтін болады. Үстін теп-тегіс етіп сеуіп шығамыз, ортасына жеткізбейміз, және лопаткамен үстін бірдей етіп басып шығамыз. Біздің тортымыз дайын. Дәмі өте керемет болып шығады, көрінісі де әдемі болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео пайдалы болса, менің арнама тіркеліп, үліп басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттер болады.